тосатайын деген сияқты ғой. Жоқ, оған қатысы жоқ. Мен сол ғой, мен қазір нәрсе айтайын десем, қатысы болып кететін сияқты болып тұр. Содан кейін мен басқаша ара қатынас туралы айтқым келіп тұр ма? Айтайық та. Қара, менен қашып баратыр да. Бұрында бір қызбен осындай қызбен ара қатынаста болдым, басқа ондай қызбен ара қатынаста болғым келмейді дегенге келтіріп отыр да. Енді ол да бір принцип ретінде айтып жатыр да. Ажырасқан қызға үйленбеймін. Сондай қылып келтіріп жатыр. Бізде Қарлығашта ажырасқан қыз ғой. Иә, ол бар. Бәлкім содан айтқысы келмей отқан шығар. Аха, бірінші принципің. Тағы қандай? Сен жоқ, Нұрлан бүйтіп айтты ғой, мен принциптермен өмір сүрем деді. Енді бір кем дегенде үшеуін аташы, тағы қандай принцип бар? Махаббаттан қарағанда принцип жоғары маған. Мен кешіре алмайтын дүниелерім бар. Сол себепті сол бар екен. Мен қыздың сумкасын көтермейді екен, әлі күнге дейін көтермеймін. Ол принципқа жата ма? Меліш қой, бірақ ол. Иә, жатады. Яғни менің принципім, мен ондай қыздың сөмкесін көтермеймін. Ондай заттар болса, үйіп төріп айтамын ғой мен. Тағы? Өтірік айтпасай. Өтірік қой. Мысалы? Қыздардың сумкасын көтермеймін деген. Жоқ, мысалы? Әселдікі дорожный сумка ғой. Дорожный сумка, иә, бірақ... Осының алдында ара қатынастағын. Мысалы? Назгүлмен жүрген. Не көтеріппін ол жер? Пакет па? Пакет те бар, сумка да бар. Қоя ғой, өтірік мәселе ляп айтып айта салады. Мен қыздың сумкасын қарап, тағы бір есіне түсті ма? Сумкасы ол кезде бекіштің машинасына қалып кеткен. Ал келе сал деді, оны пакетпен ұстап алып бардым мен. Ол есептелмейді. Так, принциптермен өмір сүретін жігіт бірақ принципін атады. Тағы да енді кем дегенде екеуін аташы деп отырмын. Енді тез арада есіңе түспей жатқан шығар, иә? Сен ойлана тұр, және менің бір сұрағым, мынау жаңағы айтылған бірінші принципінен кейін Қарлығаш эфирге келе ме екен? Жарнамадан кейін көрейік. Үміткерлер бөлмесінде отырып көрген шығарсыз, иә, Нұрланның айтып жатқанын? Естімей қалдыңыз ба? Мен наерге келіп тұрдым ғой негізі. Естімедіңіз бе? Жаңа принциптермен... Жанында тұрсам да естімедім бе? Принциптермен... Негізі мына жерден естілмейді, иә. Жұқа есік болып көрінгенмен, бірақ ар жағынан ештеңе естімейсіз. Андай сыпыр деп тұрғанда естіледі кәдімгі сыпыр. Иә, дәл солай. Нұрлан айтады, Қарлығаш, қараңыз, қазір күлкісіз, кәдімгі анықтап қарайтын, толықтай сабырлықпен қарайтын бір мәселе. Нұрлан айтады, мен принциптермен өмір сүрем, және принциптерінің арасында мынандай дүние бар. Бұрын тұрмыста болған қызға үйлене алмаймын деп жатыр. Енді ата-анасы да оған қарсы. Ол жағын ойландыңыз ба? Қазір естігеннен кейін қандай ойдасыз? Негізі өзіне қалай ыңғайлы болады, соған байланысты деп ойлаймын мен. Қарсы емеспін. Енді ренжіп қалған жоқсыз ба? Жоқ, негізі қарсы емеспін. Жоқ, мен бұл затқа негізі бірінші үміткер болып таңдады ғой, мен үшін Нұрлан деген кезде Залқар айтты ғой. Енді сен шынайысың ғой, маған айтқан заттарым бар. Мен сол кезде айтқам, баламен қабылдамаймын. Ажырасқан болса мен үшін мәселе деп. Сол кезде айтқам, сол кезде енді танысып көрейік деп таныстық қой, негізінде. Бала мәселесінде айырмашылық бар дейсің ғой бұл жерде. Камила ханым, мен кішкене Нұрланды біраз танып қалдым ғой. Негізі Нұрлан принциптермен өмір сүретін адам емес, ол тек қырсықтықпен өмір сүретін адам. То есть бір нәрсеге қырсығып қалатын болса, ол нәрсені принцип болып тұрса да, болмай тұрса да, қырсықса, ол нәрсені істемейді. Қырсығатындай Қарлығаш не істеп қойды, сөзіңнің төркінін кішкене түсініп жатырмыз ғой. Өзің айта кетсең. Сендер көздерің қалай көреді? Жалпы бұл жерде біздің арамызда бір қырсықтық болып кетті негізінде. Поэзия қырсықтық деген еш нәрсе болмады негізі. Сен сондай сияқты, сен... Мен просто андай дауысым бар ғой, бір түрлі отырсың. Жоқ, дауысың сен күшті, сен әншісің, сен сазгерсің, бишісің, сен ұялмай отыра берсе осы жерде. Модельсің сен еще. Смелая, добрая. Спасибо. Негізі, Нұрлан, негізі ренжімеді, бірақ сен кешегі қыздың айтқандарымен қазір кішкене сен төмен қарай түсіріп атқан сияқтысың. Каждый бір сөзін бет ұстап алып, өзіне қарай атып отырасың да, кішкене серьезный болғыш. Қараңдар, әсіресе Данияр қарада, иә? Нандайда, негізі сырт көзден қараған кезде мен комментарин бәрін оқимын ғой. Енді көбісі Қарлығаш туралы теріс пікірді да, енді неге ондай деп. Жалпы мен Қарлығашпен сөйлестім. Сосын мияқта әзілеткен кезде күліп одан жаның ашмай қойсыншы сөйтіп. Мияқта мен сыртқа шыққан кезде сөйлестім, ол кәдімгідей сөйлессең адам сияқты сөйлеседі. Бізден ақылды ол кәдімгідей. Андайда просто переходный возрастта қалып кеткен қыздар болады да, көп сөйлейтін жібейді. Сондайда соны болып отырғанын адамдар керісінше түсінеді екен. Мен айтамын, көрген адамдарға айтамын, былай шығып сөйлессең, әп-әдемі қыз эфирге шыққан кезде енді сондай өте ашық, жаңағы күлкімен өткізгенді жақсы көреді. Мына студияға келген кезде Қарлығаш өзін бақытты сезінетін сияқты болып көрінеді деп жауап беремін де, міне Нұрлан да дәлелдеп. Сосын мен бүйтіп ойландым да, негізі біз екенбіз шектеумен өмір сүретін. Біз себебі мынандай бір 4-5-тің ішіне кіріп аламыз да, болды.
былай істесең ұят болады, бүйтсең біреу не ойлап қалады. А қарлығашта ондай жоқ, ашық жарқын, ол шекарадан өтіп кеткен да, и еркін өмір сүрсек. Біз просто соны өзіміз андай бүйтіп, ойбай болмайды дегеннен біз просто түсінбей қараймыз да, сол себепті осындай. Это комплекс типа получается. Комплекс жоқ. Нұрлан, Қарлығаш, бір сөз айтсам мен болады, айтсам Катюш, пожалуйста. Алдыңғы жолы айтып едің ғой, қарлығашпен ішкі әңгімелер, яғни мен қарлығашты толыққанды танып білгім келеді, жан дүниесін білгім келеді деді. Енді қазір сен әңгімені принциптен бастап отқаннан кейін біз түсінбей отырмыз. Жалпы негізі қарлығашты аша алдың ба? Қарлығаштың бізде жан дүниесін білгіміз келеді, сен өзің іштей тани алдың ба? Бізге соны айтшы, бізге сол қызық негізі. Саған қарап айтайын ба? Жалпы былайда енді бізде 2 рет кездесу болды. Бірінші кездескен кезде енді біз жалғыз болған жоқпыз. Ол кезде қатысушылар болды, сонымен барып енді атақты Арбатқа бардық енді. Сол жақта барып кішкене өзіміз. Қазір бөлмеңіздерші, ботта сол әдетіңді қашан қоясың, микрофонсыз сөйлейтін. Ұрсып қаламыз екенбіз бір күні. Сол жаққа бардық, сол жерде кәдімгі ашық жарқын бәріміз ойнап күліп жүрдік. Андай бір ойбай неге қарлығаш бұндай дейтіндей зат жоқ, кәдімгідей. Ол енді эфирге келген кезде десең деп прикол ұстағандарына сендер андай ойлап қалсаңдар басқалар. Неге сыртта да өзі солай паразитный нелер болады ғой. Сөздер, сол паразитный сөздер көп қолданады, сол себепті өйстіп көрінеді. А былай сөйлескен кезде даже мен мына нәрсеге таң қалдым да, енді отырған кезде енді бұрынғы күйеуім көзіме шөп салды деген рас өтірігін білмеймін, бірақ бүйтеді да. Мен кешірем дейді, бірақ қабылдай алмаймын дейді. А бізде қатысушылары, жалпы жұрттардың бәрі ойбай, это табу, дейді ғой. Кіріп кетеді да, а ода онда жоқ. Ол қабылдай алады, және де жібере алады. Сол жағынан мен қарадым да, күшті екен дедім. Енді Нұрлан, сен айтып жатсың ғой, мына жерде кездесу болып жатыр, алдында да Арбатқа бардың. Екеуінің де нелерің қазір интернетте жүр ғой, кәдімгідей күшті, бірақ былай қарайсың ғой қарлығашты. Былай қараған кезде күліп жүріп, күшті болып жүресіз. Бірдеңе айттыңыз ба, неге саған бірдеңе айтты ма, ішіндегі нәрсесін айтты ма, может быть, ішіндегі шығарамайтын дүниесін айтты ма? Бұл андай да былай айтады ғой, өмірде негізде ең көп күлетін адамдар, ең мына жерінде бір мұңлы бір дүниесі бар адамдар деп айтып жатады ғой, сенің сөзіңді толықтырайық. Тура сол да, и андай қарлығаш, мен аяқтан, бір ішіңіздегі айта алмайтын дүниелер болса, айттыңыз ба? Нұрлан саған айтты ма бірдеңені? Бұл күліп болса да бір жеткізді ма, жеткізбеді ма? Может быть, бар шығар. Сіз өзіңіз қысылмай, анық қанығын айта аласыз ба? Осындай дүние. Біз сізді басқа қырдан көргіміз келеді, шыны керек. Біз сол екінші күні екеуміз жеке кездестік, сырластық. Сол кезде енді сұрақтарымды қойдым мен, енді неше түрлі ақпараттар келіп отыр. Енді мен сұрадым, ата-анаң қайда тұрады деген кезде Байсерге тұрады деді. сосын жалпы өткен өмірінде қандай қызықтар болды, соның бәрін сұрадым. Бір толыққанды ашылған жоқ негізінде. Кішкене бірақ үңілуге тырыстың, тырыстым. Енді осы жерде сол сұрақтарды қойған дұрыс болсақ, негізі андай ғой, мысалы мен де күліп жүрем, менде де ішімде мұңлар көп, мен сонымен басқым келеді да. Қарлығаш та сол сияқты өз-өзін алдайды, өзін бақытты көрсеткісі келеді. Енді бұрын соңды білмеймін, енді мен бір нәрседен шошынып қалған ба, әлде бір қазірде қараш, көңіл күйі тұрған сияқты. Кеше де айтқан кезде кішкене көз жасыраған кезде мен де бүйтіп кішкене жарайды деп ауыртпай қойыншы көңілін депші, қасымда жылаусыз бір түрлі болды деп. Қарлығаш, неге жылағыңыз келіп отыр? Жоқ, жылап келіп отқан жоқ. Мен көріп тұрмын ғой, бірақ көзіңіз жасқа толып отыр ғой. Бөлісіңізші бізбен. Біз дұрыс жағынан ақылымызды айтуға тырысамыз. Негізі бір өмірде сондай бір қағида бар. Ең көп күліп жүретін, ортада ең көңілді адамдар, ең бақытсыздықты сезіп жүрген адам болып есептеледі. Көп күлесіз, көп билейсіз, ән айтасыз, жүрген жеріңізде. Негізі бұның себебі мен басында ойладым да, енді мен өз осы өмірім. Жолдасыңыз ба? Да. Маған жазатындар болған негізі, бірақ сөйлесем да, бірақ айтам сразу. Сөйлесесің ба, до конца сөйлес. Сөйлеспейсің ба, давай, короче. Сосын мен прям соған ғашық болдым. И қатты бауыр басып қалдым деп айтсам болады, негізші. Бірақ қазір уже бауыр басу деген еш нәрсе жоқ менде. Бірақ мен андай, қалай айтсам болады, бұрынғы нәрсені есіме түсіргім келмейді. Сол нәрсе менде ішімде әлі бар да. Как будто бір нәрсе мен как будто қасыма мен есіме келетін сияқты болады да. И мен сол себепті де бәрі ойлайтын шығар, күліп жүреді, ішінде мұны бар деп. Вот это сол мен нәрсені айтқым келмейді. Потому что мен бұрынғы нәрсені есіме түсірсем, мен бақытсыз болам.
сол себепті де мен күлу арқылы өз өзімді бақытты сезінемін. негізі И білесіз ба? более позитивная болып жүремін. Вот поэтому сол арқылы мен өз өзімді бақытты сезінемін. А если мен когда мұңды болып жүрсем, когда ол менің ойыма келеді, и мен ол адам каждый ойыма келген сайын, ол маған жақынырақ болады бастайды да. Қарлығаш сенің ішінде мұң бар ғой. кешірім өтінемін Нұрлан, бір әпкелік кеңесімді айтайын деп отқаным ғой. Осы Нұрланның сөзін жиі бөлемін мен, екеуміз бір уақытта сөйлеп қала береміз. Адамда өмірінде бір қайғылы дүниелер болса, адам оны бетін жауып қоя берсе, яғни бұл мен есімнен шығарып тастаймын деп, ол бәрібір көз алдына айналып келе береді, ол жинала береді, ол үлкен жараға айналуы мүмкін. Ал біз басымыздан өтіп жатқан дүниені, әсіресе әйел адамы, мына өзімізден өткізіп алу керекпіз. Яғни орысша айтқанда, мы должны пережить это. Сол кезде ол жараның беті жазылады. Сіз мына болған дүниелерді жаңағы саралап, ойланып, бір жылап өзіңізден өткізіп көрдіңіз бе? Мен в жизни вообще жыламағам негізі. Жыламайсыз. Адам қайтыс болса да, натуре. Жыламағам вообще. Неге? Жылай алмаймын да. Жылай алмаймын. Өте қатыгез и тас жүрек дейді ғой негізі. Мен өте сондай адам Сіз негізі. қатыгезсіз бе? Негізі сондай адаммын мен өзім. Оны ешкім білмейді, по идее. Адамдар қатыгез болып өмірге келмейді. Оны ешкім білмейді. Белгілі бір ситуациялар өмірлік жолында кездескен, сол ситуациялар қатыгез қылады адамды. Сол Сізді қатыгез қылған не ситуация? 23-тегі кейін. тұрмыста болғаныңыз ба? Жоқ, после этого. Одан кейін ба? Бірдеңе болды ма? Жоқ, сол қалай ажырастық после этого мен. Содан кейін қатыгез болдыңыз ба? Прям менде стресс не болды, и мен примерно 30 минут отырам, тупо. Отырам, үнземеймін, короче. Сосын айтам, Қарлығаш, неғып отырсың деймін да? Сен біреу көтере ма, типа. Ну, жарайды, ажырасын да, например, үйдегілерді, басқа адамдарды айтсын, соседтер, например, басқаларды айтсын, ол сенің көңілің түсірмесін деймін да? Ол сенің өмірін дальше больше сүресін. Басқа біреуге үйленбе, сен өзің сүресін. Либо бала асырап ал, өзің сүресін да оны, дальше ары қарай. А если мен балам бола тұра қалсам, мен екінші рет үйленбейтін. Таныстық жалғастыру үшін былай келмейтін да негізі. А если балам болған жағдайда. Жаңа мен сұрағым сіздікіне сәл келеді да. Қараш, ішіңдегі мұң бар да, сен оны күлкімен, өз-өзіңді алдап жаба берген сайын, ол түптің шығаратын болсаң, сенің өмірің жеңілдейді, сенің көзқарасың өзгеретін болады. Сол себепті сен осы жерге келдің ғой. Мен саған сұрақтар қойып отырмын да. Сен соны барынша ашшы, сен туралы адамдардың ойы өзгерсін. Сен қазір мына көбісі дұрыс түсініп жатыр. Екеуміз сөйлестік, сырластық, сол кезде мен сені түсіндім. Сол сияқты маған қалай айттың және айта алмай қалған заттарың да бар. Соның бәрін осы жерде айтсаң деймін. Мысалы, болады да, үй жағдайында да мысалы көп балалар қазір 99% дейікші, бір бақытты өмір сүрген жас бала, кішкентай балалар жоқ. Үйде жәбір көреді, ұрады, соғады, қалауындағы заттарды алып бермейді. Сол себепті қыз да болсын, жігіт те болсын, өз өмірімен кетеді да, сол кезде мойындалып қалады. Мен осылай өмір сүріп жүрмін. Басқаларға қарайды да, олар бақытты, мен сонда бақытсыз болған лайықпын ба дейді да. И мен өз-өзін сезінеді да, бетші. Мен тірі жетім ба деген сияқты. Әке-шешем бар, бірақ олардан ешқандай мейірім, жылулық күтпедім, алмадым. Сенде сондай жағдай болмап па еді? Әке-шешенің жылулығын көрдің бе? Ал осы орайға қарай мен айта кетсем, кешірім сұрап барлықтарыңыздан. Сіздерге айттым ғой, әке-шешем бар депші. Негізі ол әке-шешем менің мамамның братишкасы. И әйелі менің жеңгем болып келеді. Айтпағаныма кешірім өтінемін, просто мен ол ситуацияны ешкімге айтқым келмейді. Потому что мен ол кезде өте кішкентай сәби едім. Небәрі 2 жаста болған едім. Сол кезде мама папам авариядан қайтыс болған еді. И маған только 15 жасымда айтқан болатын еді. Солай мен сол кісілерді айтып жүрдім енді, білмедім ғой. Мені ата мен апа бағып өсірген етін. Ол кісі 18 жасында қайтыс болды. Менде сол кезде қатты нагрузка болған етін. Мені бағып өсірген адам уже өмірде жоқ. И мен сол кісі
как будто мен әке шешем сияқты болды да. Всегда қасында жүремін, например. Атаңыз бен апаңыз. 15. Өте қатты жақсы көретін кісім ата мен апа. Нағашыларыңыз ба, өз ата апаңыз? Нағашылар. Нағашыларыңыз. Мен өз атам, апам қайтыс болып кеткен. Жаңа айттым ғой, 15 жасымда ол Но мен ақпарат естідім сол деп ше? кезде только естідім, бірақ мен